Сәлем достар, сіздерге бүгін ағылшындардың сүйікті пирогтарының бірі Банофи пайдың рецептімен бөліспекшімін. Ол үшін бізге бөлме температурасындағы сары май қажет, қант қажет. Сары май мен қантымызды жақсылап араластырып, жұмсақ масса жасаймыз. Одан кейін бізге 2 жұмыртқа қажет. Жұмыртқаның тек қана сары уызын ғана қолданатын боламыз, ақ уызын салмаймыз. Одан кейін қопсытқыш саламыз, жақсылап араластырамыз. Үстіне жаймендеп електен өткен ұнымызды салып, жұмсақ масса жасаймыз. Массамызды домалақтап жаямыз. Формамызға пергамент қағазын төсеп, қамырымызды әдемілеп біркелкі етіп жайып шығамыз. Жайылған қамырымызға вилкамен тесіп, әдемілеп формасын келтіреміз. 180 градуста 20-25 минут пісіреміз. Ал енді кремімізді дайындаймыз. Бізге 33% сливке қажет. Сливке мен қантымызды жақсылап қою масса болғанша араластырып аламыз. Коржымыз дайын болды. Коржымыз суығаннан кейін үстіне вареный сгущенкамызды алып, жақсылап біркелкі етіп жағып аламыз. Оның үстіне 2-3 бананымызды алып, тураймыз. Оны үстіне салып шығамыз. Әдемілеп саламыз. Одан кейін дайын болған кремімізді үстіне насадкамен, немесе насадкаңыз болмаса, жай ғана үстіне салуға болады. Мен осылай жасап шықтым, звездочка түрінде насадкамен. Осындай әдемі болып шықты. Үстіне какаоны немесе несквикті үстіне сеуіп шығуға болады. Мен несквикті сеуіп шықтым. Өте әдемі, жұмсақ болып шығады. Дәмін көрсеңіздер, өкінбейсіздер, міндетті түрде істеп көріңіздер. Менің каналыма жазып, лайк басып, мені қолдап кетулеріңізді сұраймын. Астарыңыз дәмді болсын.